Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге бекзат. Бүгін мен осындай керемет дәмді болып шығатын және де оңай әзірленетін восточный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта салған видеоны жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керегі таза ыдысымызға, осылай құрғақ ыдысымызға ұнды салып, одан кейін бөлме температурасындағы майды салып, одан кейін қант, қопсытқыш, ванилин қосып, осылай қолдың көмегімен мыжғылап қамырымызды араластырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды қосып, тағы да қамырымыздың басын біріктіріп, біріккенше осылай қолымыздың көмегімен араластырамыз. Ең әуелде қамырымыздың басы бірікпеуі мүмкін. Негізі май еріп, ере келе осылай қамырымыз дайын болады. Қолдың көмегімен, күшпен осылай елесеңіздер, басы бірігеді. Содан кейін оны холодильникке салмай-ақ, дайын тестіні осылай формаға салып, бірден пісіруімізге болады. Мінекей формаға осылай жайып, бәрін тегістеп, жақсылап орналастырып аламын. Содан кейін оған дайын тұрған, мінекей дайындап қойдым мейізімізді. Одан кейін өрікті майдалап кестім. Одан кейін өрігімізді саламыз. Содан кейін жаңғағымызды, яғни греческий орехымызды қосатын боламыз бетіне. Осылайша барлығын жайып, ірілері болса оны сындырып, осылай дайындап аламыз. Содан кейін осының үстіне сгущенка құятын боламыз. Мінекей осылайша сгущенкамды айналдырып құйып аламын. Содан кейін 180 градуста 25 минутта пісіріп аламын. Бұл пирог өте оңай және де тез піседі. Жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей дайын болды. Осылайша жан-жағын жағып, тегістеп, қазір мен духовкада пісіретін боламын. Достар, мінекей пирог пісіп шықты. Өте ысы, жаңа ғана шықты. Сол үшін мен жиектерін осылай пышақтың көмегімен босатып, одан кейін осылай формадан шығарып аламын. Түрі онша емес болып көрінгенмен, бұл пирогтың дәмі өте керемет, дәмді болып шықты. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, келесі рецепті жіберіп алмас үшін. Мінекей осындай болып шықты, өте дәмді. Қолжетімді заттардан жасалады, сол үшін жасап қараңыздар.